Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сәбіз шырынының адам денсаулығына пайдасы мен жақсарту қасиеті туралы және сәбіз туралы көптеген мәліметтерді беретін боламыз. Сәбіз адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералдарға толы өсімдіктің бір түрі. А дәрумені калий тұзы мен каротинге бай өсімдік ағзадағы тұзды судың айналасын реттеп, судың денеден бөлуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ және бала емізетін аналар, асқазан, бүйрек, жүрек, қант диабеті ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күніне бір стакан сәбіз шырынын пайдаланса әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырынын тұрып қалмауы керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден-ақ белгілі. Ежелгі Рус елінде сәбіздің көмегімен тыныс жолдарын, жүрек, бауырды емдеген. Қазіргі таңда ғалымдардың сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеттерін тарқатып айтуда. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің недәуір бөлшегін адам ағзасына өзіне оңай сіңіре алады. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбізді сыйлайды екен. Бұл денсаулығыңның мықты болсын деген ниетінің белгісі. Сәбіз құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант та бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұқа қабығында сақталады, ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен В дәруменіне бай. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроцитке тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен ас бұршақта да кездеседі, бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде де минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамдарға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне де пайдалануға болады. Дәруменге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға, тартылып, тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үккіштен өткізген сәбізді жарасыз заттарға басса, теріде күйік ізі қалмайды. Қазіргі таңда жұмысымыздың көп бөлігін компьютердің көмегімен атқаруға тура келеді. Ал оның көзімізге жалпы денсаулығымызға зиянды тұстары айтпай-ақ білесіздер. Сондықтан дәрігер мамандар көзімізді қорғау үшін сәбіз шырынын ішуге кеңес береді. Ол адамның оптикалық жүйесін жақсартады. Оның құрамындағы пайдалы элементтер қан айналымды да қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар жүрек, қан тамыр аурулары, бүйрек, бауыр ауруларына шалдыққан кезде өте пайдалы. Оны асқазан сөлінің қышқылдығын төмендету үшін де тұтынады. Күніне бір рет 100 мл қабылдаңыз. Оған сүт немесе қаймақ қосып ішуге болады. Жөтел кезінде сәбіз шырыны мен сүтті бірдей көлемде стаканға құйып, күніне бірнеше рет ішіңіз. Сүттің орнына майлы кілегей қоссаңыз да болады. Шамамен 100 мл шырынға бір ас қасығы жеткілікті. Созылмалы демікпеге шалдықсаңыз, күніне 4-6 рет 1:1 пропорцияда шырын қоспасын қайнаған сүтпен және балмен араластырып ішіңіз. Бұл қоспаны міндетті түрде жылы күйінде тұтынуыңыз керек. Ауыз қуысының ауруларына, ангинаға ұшырасаңыз, тамағыңызды сәбіз шырынымен шайыңыз. Сәбіз, қызылша, қияр шырынның қосындысы арқылы бауырыңызды әртүрлі аурудан қорғай аласыз. Оны өт қабына таспайланған кезде де тұтыныңыз.
Сәбіз сусын күніне 1-2 литр ішіп тұрсаңыз, денсаулығыңызды түрлі аурудан аман алып қаласыз. Сәбізді қалай таңдауға және оны қалай дайындауға болады? Үйде қыста жоғары сапалы сәбіз шырынын алу үшін сізге дұрыс көкөністерді таңдау керек. Ең алдымен түске назар аудару қажет. Себебі сәбізді ашық қызғылт сары түспен таңдаған дұрыс. Көкөністің түсі неғұрлым ашық болса, соншалықты нәрлі және дәмді болады. Көкөністер жанаспайтындай болуы керек. Құрғақ және тегістелген өсімдіктер ерекше құнды емес. Орташа мөлшердегі сәбізге көңіл бөлу керек. Үлкен көкөністерде нитраттар болуы мүмкін. Сәбіз шырынын дайындамас бұрын сусын ұзақ уақыт сақталатын етіп, көкөністерді мұқият дайындау керек. Теріде ең көп мөлшерде каротин бар, сондықтан оны кесіп тастау қажет емес. Сәбіз ұштарын кесіп тастайды, содан кейін жоғарғы қабатын пышақпен кеседі. Осыдан кейін көкөністер суық сумен жуылады. Егер қараңғы түтікшелер болса, оларды кесіп тастаған дұрыс. Осындай мұқият өңдеуден кейін ғана көкөністер олардан емдік балшығын соғуға дайын. Денсаулық пен сұлулық. Сәбіз ұмытылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондай С, В, Д, Е дәрумендеріне және микроэлементтерге өте бай. Сәбіздің құрамында калий, кальций, марганец, темір, фосфор, магний бар. Сұлулық дәрумені деп аталатын А дәрумені табиғи косметика үшін сәбіздің маңызды құрамы. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырынын ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Сәбізден косметикалық мақсаттарда маска жасап, сыртқы қолдануға болады. Мойынға және бетке арналған мынандай маскалар жасауға болады. Терінің барлық түрлеріне қолдануға болады. Масканы 20 минут ұстап, жылы сумен шайып тастау қажет. 3 қызғылт сәбізді үгітіп, картоп ұнын немесе картоп езбесін қосыңыз. Жұмыртқа сарысының 2-ден 1-ін қосып араластырыңыз. Маска дайын. Бір үгітілген сәбізге 1 ас қасық сүт қосыңыз. Маска дайын. Шаштың баяу өсуі кезінде сәбіз және лимон шырындарының қоспасы шаштың тез өсуіне жақсы әсер етеді. Егер сіз салауатты әдемі жігерлі болғыңыз келсе, сәбізді көп жеңіз. Денемізге көп жағынан пайдалы болған сәбіздің және сәбіз шырынының ең маңызды 10 пайдасы. Бірінші, бауыр функциясының қорғанысы және ас қорыту жүйесінде өте әсерлі. Екінші, құрамындағы 2 дәрумен қатерлі ісік ауруының алдын алады. Қартаюмен байланысты шығатын ауру сыздаулар сәбіз шырынын ішу арқылы азайтылуы мүмкін. Төртінші, табиғи А дәруменінің қайнар көзі болғандықтан көз саулығын, көру қуатын арттырады, сүйекке және остеопорозға жақсы әсер етеді. Бесінші, құрамындағы холестеринге және гипертонияға қарсы күреседі. 6, өт және бауыр ферменттерінің жақсаруына әсер етеді. Май жиналуын азайтады. 7, теріні жандандырады, әдемілейді. 8, сәбіз шырыны күшті антиоксидант бета-каротиннен бай болғандықтан жасуша дегенерациясының алдын алады. 9, біраз лимон және зәйтүн майы қосылып дайындалған сәбіз салаты немесе сәбіз шырыны зейінді ашады, ойлау қабілетін дамытып, үйренуді жылдамдатады. 10, сәбіздің және сәбіз шырынының калориясы аз болса да қарынды тойдырады. Арықтауда және салмақты сақтауда жақсы әсер етеді. Күніне 1-2 дана кішкене сәбіз желінудің немесе шырынның ішілуі қарынды тоқ ұстайды. Қарсы көрсетілім. Тым көп ауыз шырынын құсу және бас ауруына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар тері сарғаю болады. Әсіресе егелі тұлғалар мен қолынан көрінеді. Әрине мұндай белгілері бар. Шырын қабылдауды дереу тоқтату керек. Жоғары қышқылдығы бар, гастриті бар науқастар сондай-ақ өнімнің сақ болуы тиіс. Және жара ауруының асқынуы асқазан ішек жолдарының және ұйқы без сәбіз шырынына жалпы қарсы. Ден қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Қазақша контенттің дамуына қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.